Танысып қойыңдар, бұл Боб. Ол таң қаларлық естуге ие. Соны бүгін біз тексеріп көретін боламыз. Ал енді сен дайынсың ба? Сонымен бастамасында 110 децибел шуды тексереміз. Бұл үшін Боб атақты рок группаның концертінде пайда болады. Басында Бобқа ұнай бастайды, бірақ 3 сағаттан кейін қан қысымы мен демалуы артады. Бобтың басы айналады және тепе-теңдікпен мәселе пайда болады. Егер де бұл 24 сағат аралығында жалғасатын болса, ол өліп кетуі де мүмкін. Әрі жылжиық. Қанекей дыбыс деңгейін 140 децибелге дейін көтерейік. Бұл үшін Бобқа ғарыш зымыранның ұшуына қатысу керек. Мұндай шуылдың салдарынан оның құлақтары және тіпті өкпелері де жарылып кетуі мүмкін. Бірақ соңында 300 децибел. Ол үшін сен метеорит құлауының эпицентрінде болуың керек. Атақты тунгустық метеориттің құлауы да соншалықты қатты болды деп есептеледі. Бірақ Боб бұл туралы алаңдамаса да болады. Өйткені мұндай метеориттер 100 000 жылдың ішінде құлап кетуінен емес. Өйткені Боб метеорит жермен соғысқаннан кейін ертерек болмайды. Сау бол, Боб, сау бол. Жақында жаңа жыл, және сіз Бобқа жағымды сыйлық сыйлай аласыз. Комментарияға сен оған қандай сыйлықтар бергің келетінін жаз. Және ең жақсысын Боб келесі шығарылымда ашады.